Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Джеффри полицей офицері болып қызмет атқарады, бірақ ол қызметіне қарамастан қылмыстық жолмен ақша табайын деп шешеді. Сол түні ол Райан мен Кевинмен келісіп, магазинді тонамақ болады. Джеффри көлікті торауылдап қалса, Райан мен Кевин дүкен ішіне басып кіреді. Барлығы олар ойлағандай болып шығып, олар сейф ішінен үлкен қомақты қаражатты көреді. Қуанып кеткен олар ақшаны сөмкеге салып жатқанда, сейфтегі жүйе полицейлерге тонау болып жатқанын сигналдайды. Сол маңайда жүрген полицейлердің барлығы қылмыс орнына қарай бағытталады, қылмыстың алдын алу үшін. Джеффри өз басын қорғап қалу үшін олар сатып кетейін деп шешеді. Ол алдымен өз көлігіне бірнеше оқ атады, ал кейін Райан енді есіктен шыға бергенде оны атып өлтіреді. Полицейлер пайда болғанда ол уайымдайтын ештеңе жоқ екенін, ол қылмыскерлерді қолға түсіргенін айтады. Ол Раянды қабырғаға тақап, егер ол тірі қалғысы келсе, оның қылмысқа қатысы жайлы тіс жармау керектігін айтады. Осылай Раянға сот үкімі 10 жыл түрме жазасын тағайындайды. Арада 10 жыл өтіп біз қаланың оның түрме есігінен шығып келе жатқанын көреміз. Оны ескі танысы Фрэнк күтіп алып, оның алдағы жоспары жайлы сұрайды. Райан енді қайтып түрмеге оралғысы келмейді, сондықтан өзінің сейф бұзғыш қабілетін пайдаланбайын деп шешіпті. Ол Райан құлыптардың эксперт ретінде бұрынғы жұмысына оралуға шақырады. Әзірге ол алдымен өзінің отбасымен кездескісі келеді, сондықтан пиццерияға барады. Ол қызының өсіп қалғанын көріп қатты қуанады, ал кейін әйелінің алдында кешірім сұрай бастайды, енді қайтып өзінің бұндай қателік жасамайтынын айтып. Алайда әйел енді онымен бірге қайта бір шаңырақ астында тұрғысы келмейді, бірақ ол қызымен кездесіп тұра алатын болады. Келесі күні ол үлкен үйдің бұзылып қалған құлпын жөндеуге аттанады. Ол құлыпты санаулы уақыт ішінде жөндеп үй иесін өз талантымен қатты таңғалдырады. Сөйтсе еркек оның талантымен жақсы таныс екен, сондықтан оған оның ұсынысы бар. Алайда Райан оның ұсынған ұсынысы заңсыз істерге қатысы бар екенін біле салып бас тартады. Ол шеберханаға қайта оралғанда өзінің досы Кевиннің қарындасы Эйприлді байқайды. Ол ағасының досынан көмек сұрап келген екен, оған үлкен көлемде қаражат керек. Келесі күні ол кезекті тапсырысты орындауға бара жатқанда, оның көлігін Джеффри тоқтатады. Сөйтсе ол оған тағы қоқан-лоққы көрсетуге келіпті, ол жақында зейнете шығады. Ол одан оның қылмысқа қатысы бар екенін айтса, сол сәтте оның отбасын өлтіретінін айтады. Ал кейін оның көлігіне тінту жұмыстарын жүргізіп сейф бұзғанда пайдаланылатын құралдарды тауып алып, оны полицей бөлімшесіне алып кетеді, нақты дәлелдері болмаса да. Райан мұндай құралдар кез келген слесарда бар екенін айтып ақталады. Полицей бастығы оған қарсы нақты дәлелдер жоқ болғандықтан қызметкерлерінен оны жіберуді талап етеді. Ол Раянның слесар болып жұмыс істейтін лицензиясынан айырылғанын есіне салып, бұл заңсыз екенін ескертеді. Ал сонда жұмыс істейтін оның әйелі Кейт ол тағы қылмыс жолында түсті ме деп уайымдай бастайды. Келесі күні Райан өзінің қызымен бірге шеберханада уақыт өтеді. Линси әкесінен оған бұзу қабілетін үйретуді өтінеді. Райан қызының бетін қайтаруға батылы жетпей кішігірім тәсілдерді көрсетеді. Линсидің әкесі секілді таланты бар екен. Ол алғашқы әрекетінен ақ есіктің тұтқасын еш қиындықсыз бұзады. Бұл көрініс әкесіне іштей мақтаныш сыйлайды. Кешке таман ол Линсидің өзінің әріптестерімен кештен шығып келе жатқан Кейтті алып береді. Бұрынғы әйелі оны Джеффридің орнына департамент басшысы ретінде сайламақ екенін айтып өз қуанышымен бөліседі. Райан зейнетке таза күйінде шығып бара жатқан Джеффриді көргенде ашуланады, бірақ ол өз-өзін ұстайды. Шеберханаға қайта оралғанда Эйприлді көреді, тағы да көмек сұрап келген. Ол өзінің қарызы салдарынан жеңіл жүрісті қыз болып жұмыс істеуге мәжбүр екенін, оның сутенері болып табылатын Гарет оны күн сайын ұратынын айтып арыстанады. Егер ол қарызын жақын уақытта қайтармайтын болса, оның өліп кетуі де мүмкін. Сондықтан ол оның ағасының досы екенін пайдаланып, оның ұятты жеріне басып көмек беруін өтінеді. Эйприл оны өз сөзіне көндіріп, Гареттің кабинетіндегі үлкен көлемдегі жасырынған ақшаны тонауды ұсынады. Ол қолайлы сәт келесі күні туатынын айтады, өйткені Гарет үйінде үлкен кеш өткізеді. Осылай кеш басталып, Гареттің құрметті қонақтарының арасынан Джеффриді және басқа да полицейлерді байқаймыз. Эйприл Гареттің үйіне қонақ ретінде келіп, бәрінің назарын аударып, оған кабинетке көрінбей кіріп кетуге мүмкіндік береді. Алайда күдікті бірдеңені байқаған Джеффри жоғарыға көтеріліп ұрыны байқайды. Райан сөмкені ақшаға толтырып үлгерген болатын. Ол Джеффриді заласыздандырып кек алмақ болады. Алайда соңғы сәті өз эмоциясын қолына алып, бұл басқалардың назарын аударатынын түсініп, оны жайыне қалдырады. Бірақ оны сонда да күзетшілер байқап қойғанда, ол тұтқынға Эйприлді алады. Бір жағынан осы арқылы одан күдіктілікті ал. Барлығы сәтті шығып, ол ақшамен бірге қашып кете алды. Райан дереу шеберханаға оралып, барлық ақшаны Фрэнктің сейфіне салады.
Келесі күні ол Эйприлге бірнеше рет қоңырау шалып, ол алмағасын үйіне қарай бағытталады. Үй ішінде ешкім жоқ, заттардың бәрі шашылған. Ол Фрэнкке болған жағдайдың бәрін айтып беріп, ол бұл туралы Кейтпен ақылдасуға кеңес береді. Алайда ол Кейттің өмірін қауіпке тіккісі келмейді. Бұл уақытта Кейтке Гарреттің қол астында жұмыс істейтін қыздардың бірі келіп, Гарреттің, Джеффридің және басқа адамдардың қылмыстарын дәлелдейтін айғақтарды көрсетеді. Ол өзінің құрбысына Эйприлдің өміріне алаңдаулы, оның із-түзсіз жоғалып кеткенін айтып, Кейт айғақтарды өзінің бастығына көрсетеді. Еркек бұл іспен өте сақ болу керектігін түсінеді, өйткені олардың араларында жемқор полицейлер болуы мүмкін. Сонымен қатар ол Кейтке ары қарай айғақтарды жинауды тапсырады, өйткені бұл айғақтарды оларды түрмеге отырғызуға жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл уақытта Райан Эйприлді құтқару үшін Гарреттің үйіне келіп оған ұсыныс жасайды. Алайда Гарретт расымен де өзінің Эйприлдің қайда екенін білмейтінін айтады. Оның өтірік айтып жатқанына сенімді болған Райан оны қинап, ақыр соңында оны Джеффри ұрлап кеткенін біледі. Сөйтсе, Эйприл бұның бәрін Джеффримен бірге жоспарлаған екен. Ағасының өліміне Райан кінәлі деп ойлап. Ол осы арқылы бір жағынан ақша тауып, бір жағынан Раяннан кек алғысы келген. Олар қалай Раянның Гарреттің үйінен шығып келе жатқанын байқайды. Бірақ Джеффри оған тиіспейін деп шешеді. Ол үйге кіріп Гарретті өлтіріп, Раянның заттарын қалдырып кетеді. Осы арқылы оны қылмыскер кінәлі ретінде шығару үшін. Райан өзінің тығырыққа тірелгенін түсінеді, сондықтан барлық жағдайды Кейтке айтып берейін деп шешеді. Кейт бұрыннан өзінің Джеффриден күдіктен жүргенін айтып, оған көмектесуге уәде береді. Бұл уақытта жемқор полицейлер бастықтың кабинетінен өздеріне қарсы айғақтарды тауып алып, барлығын Джеффриге айтып береді. Джеффри енді артқа шегінетін жол жоқ екенін, барлық ақшаға қол жеткізіп, куәгерлердің көзін құрту керектігін айтады. Кейт Райан берген ұрланған ақшаларды полицей бөлімшесіне бара жатқанда, Райан Фрэнкпен және Линдсимен шеберханада отырған болатын. Кенеттен Джеффридің адамдары пайда болып, Раянның аяғын жаралап, оны енді өлтірейін деп жатқанда, оған көмекке Фрэнк келеді. Алайда ол Раянды құтқарып қала алғанымен, өз өмірін құтқарып қала алмады. Ол Линдсиді пайдалана отырып, Раянға ақшаны белгіленген жерге алып келуді бұйырады. Әйтпесе, оның қызын өлтіретінін айтып, басқа таңдауы жоқ, ол қала сыртында Джеффримен кездесуге аттанады. Ол Джеффримен келіссөз жүргізіп жатқан сәтті пайдаланып, Кейт өз қызын құтқарып қалайын деп шешеді. Қылмыскер Линдсиді байлап сыртқа шығады. Осы сәтте қыз әкесінің үйреткен тәсілін пайдалана отырып, сыртқа қашып шықты. Оны байқаған қылмыскер артынан қуа берген. Қуанышқа орай алдынан Кейт шығып қалып, оны өлтіреді. Ол дереу қызын көлікке отырғызып, Раянға қарай бағытталады. Бұл уақытта өзіне қажетті ақшаға қол жеткізген ол енді Раянның көзін құртайын деп шешеді. Алайда ол шүртпені басып үлгермей жатып, оны Эйприл өлтіреді. Қыз өзінің Раяннан кек аламын деген ойынан айныған жоқ, сондықтан оны нысанына алады. Кейт пайда болып, оны сабырлы болуға шақырады. Райан досынан айырылғаны оғанда ауыр тигенін, оны жыл бойы ол неше түрлі заттарды ойлағанын мойындайды. Тіпті ол өз-өзіне қол жұмсамақ болған, бірақ отбасын қорғау керек деген ой оны тоқтатқан екен. Оның сөздері Эйприлге қатты әсер етіп, ол қаруын төмен сүреді. Бірнеше уақыттан кейін Раянның Кейттің қасында отырғанын көреміз. Осы арқылы біз оларды қайта қосылғандарын түсінеміз. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.